Қайырлы күн, құрметті өнер сүйер қауым. Мен Гүлайым Жұмабекова. Сіздердің назарларыңызға кезекті онлайн дәрісімді ұсынамын. Қазақ киімін зерттеу халық тұрмысының кез келген саласы секілді қазақ халқының тарихы мен мәдениетінің маңызды мәселелерін зерттеумен тығыз байланысты. Киімде архаикалық элементтер костюмның бөлшегі, үлгісі мен әшекейі түрінде тұрақты сақталады. Бұған киімдегі аумақтық және тайпалық айырмашылық бөліну тән. Басқа да дереккөздерді қосқанның нәтижесінде қазақ халқының құрамына енген этникалық топтарды, сондай-ақ қазақтардың өзге халықтармен көне этникалық және мәдени байланыстарын анықтауға болады. Қазақтың ұлттық киімдерінің жиынтығы ТМД елінің Санкт-Петербург этнографиялық Омск облысындағы өлкетану музейлерінде сақталған. Ерекше қызығушылыққа 1867 жылы Мәскеудегі жаратылыс тану, антропология және этнография қоғамы қызығушыларының ұйымдастыруымен орыс этнографиялық көрмесі үшін жиналған Дашковский этнографиялық музейге сыйға берілген коллекцияға ие қорлары қазіргі уақытта мемлекеттік Эрмитаж музейінде сақтаулы. Қазақ киімдерінде шаруашылықтың, отбасылық тұрмыстың бейнесін көруге болады. Бұрынырақта киімнің, әсіресе бас киімдердің түріне қарай адамдардың отбасындағы немесе қоғамдағы орнын және жасын анықтауға болатыны белгілі. Киім-кешек ұлт байлығы. Ұлттық киімдерімізге қарап, халқымыздың эстетикалық талғамының нәзік те бай екеніне көз жеткізуге болады. Ата-бабамыз ұрпақ тәлім тәрбиесіне өмірінің жалғасы деп қарап, адамның көркі шүберек деген екен. Жас шамасына, дәулетіне қарай үйлесімді шаруасына да, сауыққа да ыңғайлы киім киген. Қазақы киімнің барша сымбаты мен ою-өрнегіндегі әрбір әшекейінде халқымыздың тарихының, ой дүниесінің қайталанбас көрінісі бар. Өзіндік ерекшеліктері мен Орта Азия және Қазақстан халқының киім үлгілері тарихтың даму сатысында үнемі өзгеріске ұшырап отырды. Орта Азияда өзбектер мен түркмендер және сондағы қазақтар жас ерекшелігіне қарай ұлттық киімдерін киюді сақтап қалған. Қазақ қыздары мен келіншектерінде, әсіресе орта жүз қазақтарында ертеден келе жатқан бел бүрме, қос етек көйлектер сақталса, орта жастан асқан әйелдер өткен ғасырдың 20-30 жылдарына дейін тік жағалы, жеңі ұзын, етегі кең көйлек киетін. 19 ғасырдың аяқ кезінде қайырма жағалы омырауы белге дейін қапсырыла жабылатын бел бүрме көйлектерді де көбірек кисе, 20 ғасырдың бас кезінде европалық үлгідегі күліш көйлектер мен көкірек тұсынан бүрмеленген көйлектер, кейін-келек өзбек киім үлгісіндегі көйлектер кең таралды. Қазақтың ұлттық киімдегі дәстүрлі элементтер қазіргі кезеңдегі киім үлгілерінде жағасы түймеленетін етегі кестелер мен өрнектелген әйел көйлектері де кездеседі. Молынан тігілген етек жеңі ұзын бұл көйлектердің қайырма жағалысын Амудария қазақтарынан да кездестіруге болатындығын белгілі ғалым Уахит Шалекенов өз еңбектерінде көрсеткен. Ал тік жағалы көйлектерді Зеравшан бойындағы қыпшақтар мен өзбектер қазақы көйлектер деп атаса, Амудария қазақтары бұларды татар жағалы көйлектер деп атаған. Түркменстандағы қазақтардың да көйлектері шекпен тәріздес пішіліп, алды қиылған тік не кең қайырма жағалы болып келеді. Қазақ халқының киімдері жас шамасына қарай ерекшеленген. Жастар киімі оюы өрнекті, қызыл болып келсе, үлкендер киімдерінде оюлар аз кездеседі. Қазақ әйелдерінің ұлттық киімдері түрі мен үлгісі жағынан ерлердің киіміне қарағанда күрделі болып келеді. Қазақ әйелдерінің ұлттық киімі әшекейлену ерекшелігі адамның материалдық күйіне, әлеуметтік лауазымына, жас ерекшелігіне тікелей байланысты болады. Мысалы, жастардың киіміне кестелер көбірек әшекейленіп салынса, егде әйелдердің киімінің кестеленуі біршама қарапайымдау
болады. Адамның әлеуметтік тегіне қарай киімнің етек жеңіне, жағасына және басқа бөліктеріне салынатын әшекейлері де түрлі болады. Күнделікті киетін киімдер кездеме, кенеп, сәтен маталарынан тігіле береді және қарапайым кестесіз болады. Ал арнайы той жиындарға барқыттан, масатыдан, жібектен тігіліп, оны әрлеуге кәмшат, саусар, бұлғын, құндыз терілері пайдаланылған. Той көйлегімен қатар той думанға киетін камзол, шапан сияқты сырт киімдер де әдемі бұлдардан тігіліп, түрлі қымбат асыл тастар мен алтын және күмістен жасалған зергерлік бұйымдармен әшекейленеді. Қосетек көйлек қазақ халқының дәстүрлі киімдеріндегі пішімі және әшекейлеу әдістері ұқсас болғанымен, материал таңдауына, түр түстер үйлесімділігіне және пропорцияларының әртүрлілігіне қарай айырмашылықтары болады. Қыздардың киімдері өте жеңіл, ұзын көйлектердің етектері мен жеңдеріне айналдыра желбіршектер салынған. Қазақтың әдет-ғұрып салты бойынша бала туған әйелдердің көйлегі қыздардың көйлегіне қарағанда етегі ұзын болған, оған желбіршек салынбаған. Оның үстінен көйлек белінің алдыңғы жағынан металдан жасалған қапсырма мен кейде түймемен түймеленетін камзол киген. Қазақ әйелдерінің киімінде камзолдың орны ерекше болған. Ол да әрі жылулық, әрі сәндік міндеттерді атқарған. Әйелдің сырт киімі болып табылатын бұл камзолды тек қазақ қана емес, басқа да түркі халықтарының тұрмысына кездестіруге болады. Әйелдердің камзолы қысқа жеңді немесе жеңсіз болып тігіледі. Өйткені мұндай камзолдар жұмыс істеуге өте ыңғайлы, ешқандай кедергі келтірмейді. Камзолдардың материалы көбіне түкті пүліш маталар болады. Барқыттан, шұғадан да тігіледі. Ал түсіне келсек, ол міндетті түрде бір түсті матадан тігілген. Онда да шымқай, қанық түстер таңдалады. Әйелдердің жасына қарай камзол түрі де өзгеріп отырған. Қыздар мен жас келіншектер көбінесе алқызыл түсті камзолдар киген. Камзолдарға ою өрнек түсірілмеген жағдайда оны түрлі жылтырақ әшекейлер мен таналар мен безендіруге болады. Осылай безендірілген камзолдар өте салтанатты көрінеді. Оларды көбінесе мереке кезінде, той томалақта және басқа салтанатты думандарда киетін болған. Оның есесіне камзолдар түймеленбеген. Көп жағдайларда ұсталар соққан әшекейлі күміс ілгешектер арқылы қаусырылатын болған. Киімнің, соның ішінде камзолдың әшекейленуінде белгілі бір ерекшеліктер сақталып, әр аймақтың жергілікті әшекейлеу әдістері болған. Оңтүстік және солтүстік өңірдегі әйел камзолдарына тұмарлар мен белдегі тігісіне моншағы бар күміс теңгелер тағылады. Жетісуда осындай теңгелер екі қатарлы болып келеді. Басқа аймақтарда камзол жиегін бел тұсын шашақты зер таспен сәндеген. Бешпет ғасырлар бойына қалыптасқан ұлттық киімдерінің ортасында бешпеттің жөні бөлек. Ол сонау мыңжылдықтардан осы заманға дейін ұлтымыздың басты киімдерінің бірі болып саналады. Бешпет қазақ үшін әмбебап киім. Оны еркектер де, әйелдер де кие алады. Қазақ үшін ең жылы да жайлы материал түйенің жүні бешпет үшін де керек. Бешпетті түйенің жүнінен басып, соның жұқа матасынан тіккен. Ерге қонғанда ыңғайлы, желең жамылғанда әсем мұндай бешпет түрлерін қазақ жерлерінің барлық өңірлерінен кездестіреміз. Қазақ киімі көненің көзі. Оны келешек ұрпаққа сақтау қажеттігін ескертсек, оған барынша қамқорлық жасап, қалпына келтіру, оны жинау бәріміздің парызымыз болмақ. Назарларыңызға рахмет.